Так, видео бастым. Ендеше түсіре берейін. Selam сіздермен бірге мен Флоти. Қалайсыңдар достар? Арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз мен ютубқа қалай келдім жайлы видео түсіретін боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Достар, мен қалай ютубқа келдім? Мен не үшін келдім ютубқа? Мен осы бір жыл алдын мен видео түсіріп кеткен болатынмын. Яғни Нурикс атты ең бірінші бастаған атым 2022 жылы. Сол жылы Нурикс атты болып, кішкене просмотрлар ол кезінде әктеп қатты көтерілмейтін. Сол кезде мен Нурикс атты скиніммен және де атыммен ютубқа келген болатынмын. Сол атпен ютубқа келген болатынмын. Достар, сол атпен ютубқа келіп, мен көп жүріп достар таптым. Ол кезінде менде тым актив жоқ, ешкім лайк басып, подписчик өте аз, бір айда аз жинайтын еді. Ал сол кезінде мен көп уақыт өткен соң Норчик деген атқа ауысқан болатынмын. Мен ол кезінде скинімді ауыстырып жүретінмін. Сол кезінде мен скинге көп қызыққан болатынмын. Достар, мен скинге қатты қызыққан болатынмын. Сол кезде мен көп жүрдім. Ол кезінде 20-30 подписчикке, сол атпен 30-20 подписчикке кішкене дамып жатқан кезім еді. 30-40 подписчикке жетіп, 50 подписчикке жетіп, 40 подписчикке жеткеннен кейін, мен 45 подписчикке жеткеннен кейін мен өзімнің қайтып атымды ауыстырған болатынмын. Ол атым, яғни қазіргі атым Флоди. Достар, мені қазір бәрі Флоди деп таниды. Мен баяғыда достар, мен қазір білмеймін, мені танима олар дегендей. Танысы танар, танымаса танымайды дегендей. Достар, менің қазіргі атым Флоди. Баяғыда мен ең соңғы рет Флоди деп атымды өзгертіп, кішкене видеоға салып, 71 нәрсе подписчикке тоқтап, сол аккаунтым банға кеткен болатын. Қазір Флоди нәрседе іздеп көрсеңдер, ол аккаунт вообще шықпайды. Достар, ол аккаунт вообще шықпайтын болады. Енді қазір мен сол 70 подписчиктен қайтып жеткізетін боламын. Достар, давайте мені қолдап кетейікші. Достар, менің мақсатым баяғыда 100 подписчик болған болатын. Өзінде бәрі қандай. Енді қазір келіп отқан мен сияқты ютуберлерді Клейзи деген, Артемикс деген бала болған. Менің почти жақын родной болып кетті олар уже. Бірақ қазір мен оларды кішкене танымаймын, олар мені танымайтын болады. Олар бізде Клейзи деген менің досым болған болатын. Оны танисыздар ма, танымайсыздар ма? Комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, сол кезде мен қатты ютубқа қызыққан болатынмын. Неге дейсіздер? Өткені бәріне көрдім мен. Көп адамнан көріп жүрдім. Оларды видео түсіріп, көп подписчикке жетіп, танымал болып жатыр. Менде де солардан қалмайын деп, менде ютуб бастаған болатынмын. 2020 жылы сол аккаунтты ашқан болатынмын. Одан кейін менде түк не жоқ болды. Яғни түсіретін дым жоқ болды. Сондықтан алғаш рет ютубқа келдім деген видео түсірген болатын. Достар, оны мен баяғыда арнама жүктеп салған болатынмын. Ол арнаны білетіндер біледі, білмейтіндер білмейді дегендей. Достар, қоясын достар. Ал достар, мен осылай кішкене айтып жатырмын. Бұның бәрі әлі көп емес. Мен баяғыда одан да көп доспен дос болғам. Ол
одан да көп достармен дос болған, бірақ олар қазір олар кішкенесі ютубтан кетті, ал кішкенесі әлі ютубта десек те болады. Иә достар, яғни біздің баяғы Кевинчикті танысаңыздар, ол менің баяғыдан бері дос болып келе жатқан досым еді. Иә достар, иә бұл ащы сындық менің досым болған, бұл қазірде досым, қазірде оны НКП-ге қайтып әкелдім десек те болады достар. Ол НКП-де қазір менімен бірге видео түсіріп, не істеп жүр екен достар. Осы Брадиксті достар менің видеомда көргендер болатын, подписчиктер оны біледі. Мен де баяғыда бұны көретін менің подписчиктерім керемет. Иә, подписчиктерім көретін. Осы мен Bedwars'та Greenvix'те деген атты серверлерді ойнағам. Қазір Greenvix'те ойнамайым. Чисто қазір бізде Bradix'ті бәрі таниды. Менің видеомда оны танымайтын адам да жоқ. Сондықтан достар, осы арнама тіркеліп, тоже жетпеген 100 подписчикке жетіп кетейік. Иә достар, ал қазір күтіңіздер. Осылайша ютубқа келген болатынмын. Давайте достар, мені кім таниды, сол арнаға тіркеліп жазылыңыздар. Иә достар, мен сол кезінде аяқтаған болатынмын ютубта. Менің соткам, яғни кетті үшін бір нәрсеге банғама, ойбай, сондайға кетті. Иә достар, солайша мен бір жыл ютубта болмадым. Қазір ол аккаунт енді жоқ десек те болады. Ол аккаунтты қайтарғым келіп жүр. Иә достар, бірақ оны қайтару невозможно. Иә достар, осымен мен қайтып оралған болатынмын. Бәрі НКП-ден кетіпті, мен қайтып оралдым. Достар, осымен біздің күшті, яғни керемет видеомыз аяқталды. Аз не болса да ренжімеңіздер, осымен біздің видеомыз соңына жетті. Сіздермен болған мен Флоди, және де менің айтуым неге келді. Ал сіздермен болған мен Флоди. Всем пока! Пока.